Қайырлы күн әріптестер, сәлеметсіздер ме оқушылар. Бүгін сіздермен бірге талдайтын тақырыбымыз қоспа есептері ВС деңгейлерін есептен шығаратын болады екен біз. Ал бастайтын болсақ, кремнийдан, мыстан және темірден тұратын 30 грамм қоспа натрий гидроксидін ерітіндісі әрекеттескенде көлемі онда 0,8 литр газ бөлінді. Қоспаның дәл осындай мөлшерінен тыс қышқылымен әсер еткенде 6,72 литр газ бөлінсе, қоспаның құрамындағы мыстың массалық үлесін есептеңіздер деген есеп бар екен бізде. Ал бізде кремний, дұрыс па? Осыған сілті ерітіндісін қосайық. Натрий гидроксидін ерітіндісін натрий H қосылған H2. Шығады натрий 2 силициум O3 қосылған H2. Теңестір үшін жерге 2 қоямыз, жерге 2 қоямыз. Реакциямыз теңесті. Енді қараңыздар, мыста, темірде біздің натрий гидроксидін реакцияға түспейді ерітіндісімен. Ал сонда онда 0,8 литр, астында 44,8, кремний X дейміз 28. Сонда онда 0,8-ді көбейтеміз 28-ге бөлеміз 44,8-ге. Сонда біздің кремний массасы 6,3 грамм болады екен. Ал енді қараңыздар, дәл осындай қоспаның мөлшерінің тұтқышына әсер еткенде, яғни кремний тұтқышына әрекеттеспейді, мыс жүрмейді, оның барлығыңыз білесіздер, темір ғана реакцияға неседі түседі. Феррум хлор 2, яғни күрделі затпен әрекеттескеннен кейін дейміз H2. Сол кезде 6,72 литр сутек газы бөлінді, мына жерге 2 қойсақ теңеседі, астында 22-де 4, темірді X десек 56. Сонда 56 көбейтілген 6,72 бөлінген 22-де 4. Сонда темірдің массасы неше болады екен? 16,8. Бізге не тапты деп жатыр? Мыстың массасы. Сонда не істейміз? 6,3 қосамыз 16,8-ді. Неше болады? 23-де 1. 23-де 1. Ал бізде неше? 30-дан азайтамыз 23-де 1-ді. Ол сонда 6,9 грамм күн шығады. Мыстың массасы шығады екен. Әрғай жалғастырамыз. Алюминий, мыстан және темірден тұратын 21 грамм қоспа натрий гидроксидін ерітіндісімен әрекеттескенде көлемі 2,24 литр газ бөлінді. Қоспаның дәл осындай мөлшерінің тұтқышына әсер еткенде 4,48 литр газ бөлінсе, қоспаның құрамына мыстың массасын және массалық үлесін есептеңіздер деген қарапайым есеп бар. Өздеріңіз шығарып, жауабын комментарияға дұрыс еместігін жазыңыздар. Көлемі 224 литр қалыпты жағдайда метан мен ацетилен қоспасы берілген. Осы қоспа арқылы бром суын жібергенде 346 грамм тетра бром туынды тұнба түседі. Қоспадағы газдардың көлемдік үлестерін табыңыздар дейді. Ал бізде метан CH4, ацетилен C2, H2. Так, бром 2. Яғни бром жүрмейді метан, яғни орынбасар түседі, қана қосылмайды. С2, H2-ге бромның толық болатын болса, С2, H2, бром 4 деген зат пайда болады екен. Так, тұнба пайда болды дейді, ол 346. Мрін табатын болса 346. X көлемдік үлес деген 22,4. X табатын болса ол 22-де 4 қайтадан өзі шығады. Ал бізде неше? 224. Ол 100% дейтін болсақ, 22-де 4-ті X пайыз дейміз. Сонда ол бізде неше пайыз болады? 10%. Ацетилен, яғни С2, H2, 90% метан бар екен деп қарастырамыз. Бутадиенді гидрлегенде 28-де 6 грамм бутан және бутен 2 қоспасы түзілді дейді. Қоспаны бромдағанда 43-де 2 грамм дибром бутан түзілсе, бутанға айналған бутадиеннің зат мөлшері анық таңыздар дейді. Ал бізге қоспа берілген. Бутан С4H10. С4H6 бутадиенді гидрлеген. Сутек қос сол кезде бутан С4H10 шықты, алына 2-сін қоямыз. Бутадиен С4H6-ға H2-сін қосамыз. Сол кезде С4H8, яғни бутен 2 түзілді. Енді қараңыздар, қоспаны дейді С4H8,
бутен қоспасына бром 2-ні қосамыз, яғни қос байланысы бар алкендерде түсіндіреді бром суымен. С4H2 бром 2 деген пайда болды. Так, 43-те 2. Астында емер табатын болсақ, 160 қосылған 48 қосылған 8, 216. Так, С4H6-ның массасын тауып алайық. С4H8-ның массасын тауып алайық. Астында 56. Так, 56. 56-ны көбейтеміз 43-те 2-ге, бөлеміз 216-ға. Сонда 11-де 2 грамм шығады екен. Ал, енді қарай қойыңыздар. Бізде баста неше? 28-де 6 грамм, е? Одан азайтамыз 11-де 2-ні, сонда 17-де 4 грамм бізде кім шығады? Бутанның массасы шығады екен. Енді бутанға айналған бута дейін дейді. 17-де 4, астында неше емеріміз? Так, 56 болса, бұныкі 58, x моль, 1 моль. Так, 17-де 4-ті бөлеміз нешеге? 58-ге. Онда 0,3 шығады екен. X тең 0,3 моль бутанға айналған бутаденнің зат мөлшері. Так, арқар есеп шығарамыз. Құмырсқа және сірке қышқылдарын қоспасын бейтараптауға массасы 11-де 2 грамм калий гидроксид жұмсалды. Осы қышқылдардың қоспасын күміс оксид аммиактағы ерітіндісімен өңдегенде массасы 21-де 6 грамм металл түзілді дейді. Қоспада сірке қышқылын анықтаңыздар дейді. Ал құмырсқа қышқылы HCOH, сірке қышқылы CH3COH. Так, екеуіне бейтараптауға калий OH қосамыз. Сол кезде HCO калий и H2O, CH3COO калий и H2O пайда болады екен. Мінеке, енді қараңыздар. Так, общий, нар жерде калий OH, 2 калий OH-ның массасы 11-де 2. Ал енді осы қышқылдың қоспасын күміс оксидімен қоспа. Так, бізде сірке қышқылы күміс оксидімен әрекеттеспейді, оны барлығыңыз білесіздер. Ал құмырсқа қышқылының жеке өзінің қасиеті, ол не істейді? Аргентум оксиді аммиактың ерітіндісінде әрекеттеседі. Сол кезде CO2, H2O және 2 күмістен тұнбаға түсіреді екен. 21-де 6, астында 216, құмырсқа қышқылының массасын тауып алайық, 46. Сонда жауап 4-де 6 грамм. Енді қараңыз, біз баста қоспанша 4-де 6 грамм бар екен. Так, калий OH бізде қанша? 11-де 2. Ал құмырсқа қышқылын бейтараптауға жұмсалған калий OH тауып алайық. Астында 56, 46. Ол қанша? Сонда 5-де 6 грамм кетеді екен. Ал бізде неше общий? 11-де 2. Оның 5-де 6 мына жаққа кетсе, 5-де 6 бұ. Сірке қышқылын істеуге бейтараптауға кетеді екен. Так, x дейміз, астында 60. Сонда x тең 60 көбейтілген 5-де 6 бөлінген 56. Сонда шығады 6 грамм. Кеттік жалғастырайық. Құрамында 20% қоспасы бар, 195 грамм бензолдан Friedel-Crafts реакциясы арқылы алынған толуыл алынды дейді. Алынған толуылды калий перманганат ерітіндісімен түзілдіргенде түзілген бензой қышқылының массасы дейді. Так, бензол C6H6. Не шығады? Толуыл. C6H5, CH3. Нарда кім? CH3 хлор жүр. Так, одан не шығады? C6H5, COH. Бензой қышқылы мінеке алдарыңызда тұр. Так, бірінші 195-те 100% деп 80%-ын тауып алсақ, 195 көбейтілген 80 бөлеміз 100-ге. Сонда жауап 156. И қараңыз, астына 78. И қараңыз, әр сатыдағы шығым 0,8 арада. Атамарларды қосып қояйық арада. Так, сонда наның массасын табайық шалу. Так, қанша болады? 122 болады. Сонда 156-ны көбейтеміз 122-ге, бөлеміз 78-ге. 244. 244 дегенде әр реакцияда 0,8-ден шығым жүр.
244-ті көбейтеміз 0,8-ге, көбейтеміз 0,8-ге. Сонда енді қараңыздар, шығын бізде 80% ғой, 0,8 деп аламыз. Сол кезде 156-да 16 грамм деседі екен, шығады екен. Массасы 0,89 грамм мырыш пен магний қоспасын сұйытылған күкірт қышқылымен әсер еткенде 0,448 сутек газ бөлінсе. Ал енді бұл жерде не істейді бізде? Екеуі де реакцияға түседі екен. Ұмытып кетпеңіздер. Ал енді реакциямызды қарастырайық. Бізде мырыш екеуі де реакцияға түседі. H сұйытылған күкірт қышқылы H2SO4 шығады мырыш сульфаты IH2. Так, екіншісі магний плюс H2SO4 шығады магний SO4 қосылған H2. Ал бізде енді ең оңай жолы, ұмытып кетпеңіздер, мольға айналдырып аламыз. Қалыпты жағдайға бөліп литрді. Так, 22,4. Так, 0,448-ді бөлеміз 22-де 4-ке. Сонда бізде неше болады? 0,02. Так, наны мырышта X дейміз, яғни моль ретінде алғанда астында 65, сонда ол 65X, мынау 24Y. Так, X, Y. Рәксе теңесіп тұр болдырсыз ба? Сонда 65X қосылған 24Y тең нешеге? 0,89-ға. Астында 0,189-ға, я? Ал астында мольмен атын болсақ, X қосылған Y тең 0,02-ге, яғни енді математика курсы бойынша X тең 0,02 минус Y деп тапсаңыз да болады. Бұл дұрыс жолды. Бұл да. Ал немесе қараңыз, астыңғы жағын, енді минус 24-ке, немесе минус 65-ке көбейтейікші астыңғысын. Минус 24 X минус 24 Y. Так, 0,02-ні көбейтеміз 24-ке, минус несейді 0,48. Екжат азайтайық. Сонда 65-тен 24 азайтатын болсақ 41 X. Мұна екеуі сандары бірдей, таңбалар әртүрлі азай жойылып кетеді. 0,89-дан 0,48 азайтын болсақ 0,41 X тең 0,41-ді бөлеміз нешеге? 41-ге. Сонда X-іміз нешеге тең болады дейді? 0,1-ге. Ал Y табайық. Y тең 0,2 азайтылған 0,1. Y тең 0,1 деп қарастырамыз. Ал қоспаның құрамына магнийді. Магнийді біз Y деп белгіледік па? Соны не істейміз? 24 көбейтілген 0,1. Сонда 0,24 грамм магний, 0,65 грамм мырыш бар екен. Так, алюминий мырыштан тұратын 2 грамм құйманы сілті ерітіндісімен дейді. Өңдейтін нәтижесінде 1,904 литр қалтша сутек бөлінді. Қоспадағы металдар маслық үлестерін анықтаңыздар. Дәл жаңа жолмен шығарылады. Шығару жолдары бірдей шығарыңыздар. Үйге тапсырма осы болсын. Өздеріңіз шығаруға алыңыздар, яғни үйге тапсырма болатын болсын. Калий перманганаты және калий хлоратының тұратын массасы 8-ден 0,6 грамм қоспаны айырғанда 1,568 литр оттек түзіледі дейді. Қоспаның құрамында калий хлораты массасын есептеңдер деген есеп бар екен бізде. Ал есепке көшейік. Калий перманганаты калий марганец суы 4, ыдырайды калий 2 марганец суы 4-ке, манганатқа марганец суы 2-ке және O2. Теңестерден 2 қоямыз алына. И бертолет тұзы. Калий хлорат дегеніміз калий хлор плюс O2. Теңестерден алына 2 қоямыз. 2 және 3. Ал рәсәміз теңесті. И мольға айналарын болсақ, 316X деп белесек, 245Y деп белейміз. Бізде X, бізде Y. Жаңа айттық, не істейміз?
1568 литрді нешеге бөлеміз? 22-де 4-ке мольға айналдырып алған біз үшін тиімді. Сол кезде бізде 0,7 моль болады екен. Ал кеттік, есеп шығарайық. 316x қосылған 245y тең 8-ден 0,6-ға астында x қосылған 3y тең нешеге? 0,7-ге. Ал енді астын минус 316-ға көбейтейікші. Минус 316x, так, 316-ны көбейтеміз 3-ке, так, минус, яғни теріс таңба 948y, и көбейтеміз 0,07-ні 316-ға. 22-де, минус 22-де 12. Так, азайтылған кезде екеуін таңбасына болады. И 948-ден 245 азайтайық. 948-ден азайтамыз 245-ті. 700 минус 703 y тең. Так, 22-де 12-ден 8-ден 0 азайтатын болсақ 14-те 0,6 минус, яғни екеуде минус болған екен жойылып кетеді, минус 1-ге өткен екен. И y тең нешеге? 0,02-ге. Ал бізде x-іміз нешеге тең? 0,07 азайтылған 3 көбейтілген 0,02-ге. Арада азайту. Сонда бізде неше болады? y-іміз 0,01-ге тең болады. Қоспаның құрамдық қайықларды біз неде y деп белгіледік. Y-іміз нешеге тең? 0,02-ге. Сонда 245 көбейтілу 0,02-ге 4-те 9 шығады. 4-те 9 грамм калий хлор О3 шығады екен. Массасы 6-та 1 грамм метан мен бутан қоспасын жаққанда 17-6 грамм көміршыл газ түзілді. Қоспадағы газдардың массалық үлесін анықтаңыз дейді. Метан CH4, бутан C4H10 жағу керек. Екеуі де жанылады бізде. Не шығады? CO2 и H2O. Екеуінен бірдей заттар шығады екен. Так, теңестіру үшін 2 қоямыз. Нараға 2. Так, 2 еселейміз. 8 и 10. Так, нарада қанша? 13. 13 қосып қойық. Так, енді мынау бізде 16x бола қойсын. Мынау бізде 100. Так, C4H10 58 ба? 58 2-ге көбейтетін болсақ 100. 58-ді көбейтеміз 2-ге. 116x. 116y кешіміз ғой. 16x қосылған 116y тең 6-та 1 граммға. Так, енді қараңызшы, 17-те 6 грамм көміршыл газының массасы қанша бізде мері? 44. Енді мольға айналдырайықшы, моль оңайлау болады бізге. 17-те 6-на бөлеміз нешеге? 44-ке 0,4 шығады екен мына жерде. Сонда мынау x болса, мынау не болады? Y. X қосылған 8y тең 0,4-ке астын 16-ға көбейтейік. То есть минус 16-ға, минус 16x минус 8 көбейтілген 16 минус 128y тең 0,4 көбейтілген 16 6-та 4 минус 6-та 4, яғни мұна екеуі бізде таңбасы жойылады. 128-ден 116 12 y текшені минус 12 y. Так, на жақта 6-та 4-тен азайтамыз 6-та 1-ді 0,3 y тең минус 0,3. 0,3-ті бөлеміз нешеге? 12-ге. Сонда біздің y-іміз 0,025, яғни 0,25-ге тең болды. Ал x табайық. X тең 0,4 азайтылған 0,25-ті көбейтеміз нешеге? 8-ге 0,2. X тең 0,2-ге тең болады екен. Так, ал массалық үлесін таба қойыңыздар. Метан қанша бізде? 16. 16-ны көбейтеміз 1-де
16 көбейтеміз 0,2-ге, сонда 3-те 2 шығады. Ал бізде общий қанша баста? 6-та 1 100%. 3-те 2 граммыңыз неше? Сонда ол көбейтіп бөлетін болсақ, 52-де 46 пайыз метан, қалған 47-де 54%. Бұл тан. Так, дәл жаңағыдай деп қарастырсақ, біз әксумен өңдеген екен, ал шарпы дейік. Көлемі 16-8 литр қалыпшада метан мен этан қоспасын жаққанда түзілген көміршыл газын әксумен өңдегенде 25 грамм тұнба түзілген болса, бастапқы қоспаның құрамын анықта дейді бізге. Ал жаңа айттық метан CH4 жағамыз тағы да не шығады? CO2 IH2O. Ал мына жақта этан C2H6 қосылған O2 не шығады? CO2 және H2O. 2 қоямыз, мына жақта, то есть 2 еселейміз, 4 қоямыз. Так, астына 6 қоямыз. Так, сонда 14, 7 қояды екенбіз. Енді қараңызшы, бізде түзілген CO2 мен кім әрекеттесті? Кальций OH-та әрекеттестірек сөндірілген әкті. Сол кезде кальций CO3 плюс H2O шығады екен. Так, мұнаны тұнбаның массасы 125, 100 бола қойсын. CO2-нің молін алайық. Сонда қанша мол астында? 1 мол. X-іміз 1-де 25 мольға тең болады екен. Ал кеттік, теңдеу құрайық. 16-та 8 литрді мольға айналдырайық. 22 бөлікке бөлеміз. Так, 16-та 8 бөлінген 22-де 4-ті. 0,75. 0,75. Ал мына жақта енді теңдеу құрамыз. Мынау бізде x болсын, мынау бізде 2y бола қойсын. Ал x қосылған 2y тең 0,75-ке. Так, мынау бізде x, мынау бізде y, дұрыс па? X қосылған 4y тең 1-де 25-ке. Ал минус 1-ге көбейте салайық астын, сонда минус x минус 4y. Так, минус 1-де 25. Так, 1-де 100-ден 25 деп қарастырсақ. Мына еке өзім жойылып кетеді. Сонда минус 2y дейміз. И мына жақта азайтатын болсақ 1-де 25-ден азайтамыз. Анау 0,5. Минус 0,5. Енді екеуін минус 1-ге көбейтеміз. Сол кезде плюске айналып кетеді. Так, y-тен 0,5-ті бөлеміз 2-ге. Y-тен 0,25-ке. Ал не сұрап отыр? Бастап қоспаның құрамын сұрап отыр, дұрыс па? Енді бүйтейікші, y кім бізде? Тан ғой, дұрыс па? Ол кезде мольға айналдыратын болсақ, так. 0,25 көбейтілген 44-те 8 өткен бізде 2 моль бар бізде. Сонда 0,25-ті көбейтеміз 44-те 8-ге 11-де 2. 11-де 2. Ал бізде нешет баста? 16-та 8-ді 100% десек, қоспаның ішінде 11-де 2 литр этан бар екен, сонда ол 66-67, и метаның 33-те 33-ке тең болады екен. Ал жақсы, сау, сәлематта болыңыздар. Осы біздің қоспа есептеріміз аяқталды.